Ассалаумағалейкум. Бүгінгі біздің видеомызда яғни біздің көліктің форсункіге келетін тоқты қалай тексереміз. Көбіне соны тексере алмай жатады адамдар. Оны қарапайым лампалар көрмейді. Оны тек яғни импульсті көретін тек светодиод қана. Светодиодта міне қарапайым біздің светодиод. Мына жерде плюс-минус тұр. Яғни осы плюс-минус тек бір бағытқа ғана істейді. Бір бағытқа дегенді қалай түсінеміз? Например, плюстың орнына минус берсең, минустың орнына плюс берсең, бұл істемейді. Себебі неге? Бұл қарапайым лампочка емес, бұл светодиод. Светодиодтың міне жасағанда біз осыдан, яғни не контрольға жасайын деп отырмын. Бұл мен тек плюс келетін проводта, яғни тек плюсті іздеу үшін осындай светодиодты қолдансақ болады, тек плюсті іздеу үшін. Минусты іздеу үшін тек осы светодиодты қолдансақ болады. Өте ыңғайлы, қолдан жасап алсаңыздар болады. Қарапайым 12 вольттық светодиод. Яғни барлық нәрсеге де пайдаға асатын осындай индикатор жасап алғыларыңыз келсе, 24 вольттан жасап алған дұрыс негізі. Бұл 12 вольттық светодиод. Светодиодтың біз осыдан көлікті тексеретін, яғни индикатор жасап аламыз өзіме. Бұл екі бағытта істемейді. Обязательно плюс-плюсіне, минус-минусына. Мысалға былай. Мысалға міне плюс-плюске, минус-минусқа тиіп тұр. Қазір бізде бұл, яғни жарық беріп тұр. Енді міне мұндағы біздің плюс, мынау минус. Енді орындарын ауыстырам. Ауыстырып, және тегізіп қарайым. Бұл не істейді? Бұл істемейді. Бұл істемейді. Себебі неге? Бұл тек бір бағытқа ғана істейді. Міне орындарын қайтадан орнына қоям, плюске, минусқа берем. Яғни осылай тек минусты іздейтін болсаңызда, мына плюске беріп қоясыз, сосын минусы мен минусты іздейсіздер. Тек минусты іздейтін болсаңыз, плюске тисе бұл істемейді. Себебі неге? Бұл тек қана минус қабылдайды. Егерде плюсті іздейтін болсаңыздар, мынаны минусқа бересіздер де, мынаны тек плюсті іздеуге пайдаланасыздар. Өте ыңғайлы, жасап алсаңыздар болады. Енді біз бұдан индикатор жасаймыз. Қазір көрсетеміз қалғанын. Міне, осылай шеге дайындап аламыз. Үлкен шегеден басын үшкірлеп, яғни бұл масса дегеніміз минус болады. Ал мынау біздің плюсіміз, кішкентай шегеден басын үшкірлеп дайындап аламыз. Яғни біздің диодымыз осылай тұрады. Осылай тексеруге қазір біз дайындаймыз. Бізде индикаторымыз, яғни контролькіміз дайын болды, диодовый. Бізде мынау постоянный минус, және біздің постоянный плюсіміз. Яғни мынандай бізде провод жасап алдық. Бұл енді онша әдемі болған жоқ, дегенмен тексеруге өзімізге ыңғайлы. Енді бізде 12 вольттық міне минус және плюс. Біз енді минусты минусқа береміз, и плюсті плюске береміз. Яғни істеп тұр. Осылай жұмыс жасайды. Енді біз орындарын ауыстырып көреміз, яғни плюсті минусқа беріп көреміз, и минусты плюске беріп көреміз. Яғни істемейді. Себебі диод деген бұл тек бір уақытта ғана жұмыс істейді. Сол үшін диодовый деп атайды бұны. Ендігі біздің мәселеміз сіздерге форсункіге келетін импульсті осы арқылы көруді көрсетемін. Міне біздің минусымыз және плюсіміз. Мына жерде біздің форсункіге келіп тұрған штекеріміз бар. Ол міне тұр. Міне осылай қазір форсункінің фишкасын, яғни тоғын шығарып алдық. Қыздар! Сөндір! Көріп тұрғандарыңыздай форсункіге келетін импульс осылай жұмыс істейді. Осыны осылай тексеруге болады. Айтқымыз келгені осы. Рахмет.